Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Алдарыңызға Сабира Нұрпейісқызының «Некеге дейін» кітабын ұсынамыз. Бүгінгі бөлім «Ер адам сізге сыйлық беру үшін не істеу керек» деп аталады. Ер адамды өзіңізге байлап алғыңыз келсе, оған сезім беру керек. Ол өзінің әйелін қамтамасыз ету керек. Қамтамасыз ету деген ол тікелей мағынада материалдық тұрғыдан емес, эмоционалды тұрғыдан қамтамасыз ету. Көбінесе ер адамдар осы тұрғыдан әйелге байланып қалады. Бір құпия айтайын. Ер адам жанындағы бикешіне, әйелге, қызға тым болмаса бір пайдалы нәрсе бере алмаса, немесе әйелге еркектен ештеңе керек емес екені көрініп тұрса, ол әйелдің жанында қалудың мағынасы болмайды. Ер адам ондай әйелдің жанында қалмайды. Неге екенін білесіз бе? Әйел адам тым өз-өзін қамтамасыз ете алатындай болып кеткен. Не үшін ер адам өзінің әйелінің жанынан кеткісі келмей, ұзақ жылдар бойы махаббаты лаулап, көрген сайын сағынып, байланып қалады? Себебі ол өзін әйелдің жанында керекті адам болып сезеді. Ал ер адамға керегі, мен оған керекпін деген сезім. Ол машинаның майын ауыстыру деген сияқты тікелей мағынада емес. Мүмкін ешбір еркек бере алмайтын күлкіні сыйлайтын сол адам шығар. Немесе ешбір ер адам осы жігіт сияқты сізді қарата алмайды. Яғни бұл жігіттің өзіндік фишкалары бар, өзінің эмоциялары бар, ерекше айтатын сөздері, қылықтары, аздап қаталдығы, жалпы сізді ұстай алуы, сізді жақын тартуы деген сияқты ерекшеліктері бар. Ер адам соны сезу керек. Ол нәрсені оған айту керек. Байқасаңыздар, көбінесе ер адамдар осы техниканы қыздарға қолданады. Мен өзім әрбір ер адамнан сондай сөздерді естідім. Білесіз бе, олар қалай айтады? Қанша қыздармен сөйлестім, қанша қыздармен жүрдім, бірақ сен ерекшесің деп айтады. Соған біздің қыздар сенеді. Себебі ол сондай шындық ретінде айтады. Шын айтамын, барлық қыздар бірдей, ал сен болсаң, сенің сөзің басқаша, сенің көзің, стилің өзгеше. Сен мені бірден өзіңе баурап алдың, осындай ерекшелігіңмен, деп айтады. Кез келген қызды баурап алады сондай сөздермен. Бұл техниканы еркектерге қолдануға болады. Тек дұрыс әрі орынды қолдана білсеңіз, яғни үнемі айта бермей, белгілі бір жағдаяттарда сізге ұнайтын әрекетін айту керек. Бірақ сізге ұнамайтын әрекетін айтып жүрмеңіз. Мысалы, ол сізді қадағалайды, ешқайда шығармайды. Сосын сіз қанша жігітпен сөйлесіп едім, ешқайсысын тыңдағым келген жоқ. Бірақ сені тыңдағым келеді. Маған ұнайды сенің қаталдығың, деп айтып қуантасыз оны. Ал негізінде ол сізге ұнамайды. Сіздің сыртқа шыққыңыз келеді, қыздармен кездескіңіз келеді, ал ол сол сөздерден кейін одан сайын қатал кетеді. Сондықтан сізге ұнайтын қылықтарын ерекше етіп, астын сызып жеткізу керексіз. Ақша мәселесіне келген кезде, ер адам сіз оған тұрмысқа шықпай тұрып, сізді қамтамасыз етуге міндетті емес. Ол сізге ақша беріп, киіміңізді алып беріп, жолыңызға төлеуге міндетті емес. Бірақ ол сізді шынайы жақсы көрсе, үйленетініне 100% сенімді болса, ол сізді мүмкіндігінше қамтамасыз етеді. Тіпті екеуіңіз үйленбесеңіздер де. Себебі ер адамда инстинкт оянады. Ал ол инстинкт тек қана өзінің отбасына ғана оянады. Анасы, баласы, әйелі, қарындасы деген сияқты. Яғни тек қана өзінің жеке отбасына. Егер ол сізді шынайы жақсы көрсе, отбасым деп қабылдаса, ол инстинкт өшпейді. Әрдайым сіз бір нәрсені астарлап айтсаңыз да, айтпасаңыз да, үнемі сізге ақша бергісі келіп, сізді
қамтамасыз еткісі келіп, жылы киіндіріп тұрғысы келеді, яғни құштарлығы оянады. Сараң, жмот жігіттер де бар. Мысалы, сіз одан кішкене жетпей қалған нәрсеге ақша сұрайсыз, бірақ ол менің айлығым әлі түскен жоқ, келесі айда түседі деп айтуы мүмкін. Келесі ай айлығы түскен күннің өзінде сіз оның есіне салмайынша үндемей жүре берсе, немесе тіпті астарлап айтқаннан кейін де үндемесе, қазір маған ақша жіберші деп айтқанша үнсіз жүре берсе, онда ол сараң. Сараң жігіт ол өзі сізден ақша сұрайтын жігіт. Егер жігіт әйел қылып алмай тұрып, қарызға өзінің қызынан ақша сұраса, өте төмен ұятты нәрсе деп білемін. Қараңыздаршы, қыздарға қарағанда еркектерде достар, таныстары, баратын жері, араласатын адамдары көп. Бірақ ол өзі ұялмай, қызармай сізден жолына, тамағына, киноға, бірге қыдыруға шыққан кезде жартылай ақшаны сен төле деп бөліп төлеуді сұрайды. Немесе өзінің бір керекті қажеттілігіне сізден ақша сұрайды. Егер тым болмаса, бір-екі рет осындай жігіттер жолыңызда кездескен болса, бірден маған менен жігіт ақша сұрағаны ұнамайды деп нүкте қойыңыз. Мен ондайларды кішкене альфонс дегім келеді. Себебі расымен қыздың ақшасына әйел қылып алмай тұрып, өмір сүргісі келіп тұр ғой. Егер сіз бас тартып, менде қазір ақша жоқ деп айтсаңыз, ол қыз сияқты ренжіп қалады. Ой, аяп қалдың ба? Қайтарып беремін ғой. Не болды соншама? Деп сіздің көңіліңізге тиетін сөздер айтып, манипуляция жасайды. Содан кейін сіз өзіңізді беру керек пе еді? Шынымен де аяп қалдым деп ойлады ма? Ренжіп қалған шығар деп кінәлі сезінесіз. Еш уақытта ондай кінәлі сезім сізде болмауы керек. Ондай еркек өзінің намысын жоғалтқан азамат. Жігітіңізден сыйлық сұрау дұрыс па? Осы сұраққа жауап бергім келеді. Ер адамнан сыйлық сұраған дұрыс. Ер адам әйелге қамқорлық жасап, қамтамасыз еткен сайын сол әйелге байланып қалады. Көп мысал келтіруге болады. Көйлекті мысал ретінде келтірейік. Сіз 4-5 ай бойы айлығыңызды жинап, қымбат Гуччидің көйлегін алғыңыз келеді. Сондай қымбат және сіздің арманыңыздағы көйлек. 4 ай бойы сіз осы көйлекті алғыңыз келді. 4 айдан кейін соған қолыңыз жетіп, әрең дегенде көйлек келісімін береді. Жарайды, енді көнемін, ақшаңды бер, мен келісемін. Сосын сіз сатып аласыз сол көйлекті, және үтіктеп жатқан кезде күйдіріп аласыз. Қандай сезім? Сізге сондай қиын болады. Соншалықты ашуланасыз, ренжисіз, жылайсыз, себебі ол қымбат көйлек қой. Сіз ол көйлекті алу үшін қатты тырыстыңыз. Жалпы айтқанда ол сізге өте қымбат болады. Сіз тіпті ол көйлекті күйдіріп алсаңыз да лақтырып жібермейсіз. Әрі қарай кеттік. Екінші мысал. Көйлекті сізге біреу тегін сыйлады делік. Қымбат емес, арзан базарда тұратын көйлекті сыйлады. Сіз оны күйдіріп алсаңыз, ашуыңыз келе ме? Ой, қап, әттеген-ай, дейсіз де лақтырасыз. Бұл не деген сөз? Адам қанша эмоционалды күшін, физикалық күшін, материалды күшін бір нәрсеге жұмсаса, онда адам болсын, үй болсын, киім болсын, зат болсын, соншалықты ол затты бағалайды. Тіпті машина болса да, ер адамдар қатты жақсы көреді ғой. Неге? Себебі олар машинаны жөндейді, жүздеген, мыңдаған ақшалар салады, құралдарын сатып алады. Сол үшін олар көліктерін жақсы көреді. Адаммен де дәл солай. Егер де сіз ер адамды аяп, одан сыйлық сұрамасаңыз, ешқандай сізге сыйлық жасамаса, көнпез болсаңыз, ыңғайлы болсаңыз, ол еркек сізбен тек қана уақыт өткізу үшін ғана болады. Сіз оны аяғаннан кейін,
ол өзінің ақшасын сізден аяйтын болады. Қарым-қатынастың басында жігіт сізге гүл әкеледі, балмұздақ алып береді, киноға шақырады. Сіз 1 рет, 2 рет, 3 рет айтасыз оған: керек емес, ақшаңды құртпай-ақ қойшы, қымбат шығар. Қарашы, билеттер 2000 теңге екен, одан да сейсенбі күні 700 теңгемен студенттік билетпен бара салайық деп айтсаңыз, ер адам сізге үнемдейтін болады. 1 рет ойлайды, үнемшіл қыз екен деп. 2 рет ойлайды, жақсы қыз екен, ешқайда ақша жұмсамайсың. 3 рет ойлайды, не істеймін мен бұған жұмсап, бұл бәрібір мені жақсы көреді. Балмұздақ та керек емес, кино да керек емес, бұған тіпті уақытты жұмсап керек емес деп ойлап, мүлдем вложение жасауды доғарады. Ең басты ер адамға ақшадан жоғары тұратын ол уақыт. Егер ол сізге аз уақытын бөлсе, онда сізге байланбайды. Сонымен ер адамнан сыйлық сұрауға болатынын шештік. Қалай сұрау керек? Қандай сөздер арқылы? Ұят емес па? Маған мынаны алып берші деп сұрауға қысыламын ғой. Біріншіден, сіздің жігітіңіз астарлап айтқан сөзді түсіну керек. Кез келген ер адам: жаным, қарашы, әдемі сумка, маған қатты ұнап тұр, алғым келіп тұр деген сөзіңізді тура мағынасында маған алып берші деп түсіну керек. Егер ол әдейі түсінбеген сияқты иә, күшті екен деп қоя салса, онда ол өзінің ақшасын қимай жатыр, немесе ақшасы жоқ деген сөз. Сараң ер адамдардың қасиеті ол үнемі ақшасының аз қалғанын, үнемі жоқ екенін, таусылып жатқанын, айлық тезірек түссе екен деген сияқты материалдық қажеттіліктерін айта береді. Не үшін екенін білесіздер ме? Себебі сіздің миыңызда одан сыйлық сұрама, онда әзір ақша жоқ, естідің ғой деген сигнал оянуы мүмкін. Көрдіңіз бе, ол сізге қандай ойлар тастап жатыр? Ол егер сізге басында ештеңе алып бермесе, ештеңені қимаса, аяғында да ақшасы 1 айдан кейін пайда болса да, сізге қимайтын болады. Сіз өзіңізден аяйсыз, еркекті аяйсыз. Ол ары қарай да солай жасайтын болады. Сыйлықты алған кезде эмоцияны көрсету ең маңызды факторлардың бірі. Себебі еркек сіздің энергияңызбен, эмоцияңызбен байланады екен. Мысалы, ол 5-6 қызбен дос ретінде сөйлесіп жүр. Оның арасында сіз де барсыз. Әр қайсына барған сайын 5-6 қыздың ішінде тек біреумен ғана өте күледі, өте көп уақытын өткізеді. Ол қыз сол жігіттің жанында болған сайын жігітке комплименттер айтады. Қалай ойлайсыз, осы 5-6 қыздың ішінде кімді таңдайды ол? Міндетті түрде еркекке эмоция сыйлаған, қуаныш сыйлаған және бір сағыз алып берсе де, балдаша орнынан секіріп, қуанатын қызды таңдайды. Ол әйел адам өзінің энергиясын еркекке бергенде өзі ештеңесіз қалады. Бірақ біздің күшті қасиетіміз бар. Ол энергияны, эмоцияны еркектен қайтарып алмаймыз. Біз оны кез келген нәрседен аламыз. Тамақ пісіруден, үй жинаудан, жаңа адамдармен танысып сөйлескеннен, әңгіме айтқаннан, боянғаннан, билегеннен, кафеге барып, өте дәмді, өміріңізде жемеген тәтті тағамнан, осының барлығынан біз энергияны алады екенбіз. Сосын барып еркекке береміз. Ал еркектің кішкентай қасиеті бізге ұқсамайтын, ол өзіне керекті энергияны әйелден алады, анасынан, әпкесінен, қызынан алады. Ер адамға сыйлық жайлы айтуға ұялсаңыз, кішкене дүниеден бастау керек. Әзірге iPhone сұрауға, қымбат көйлек сұрауға ұяласыз. Бірақ неден бастау керек?
пиццадан, балмұздақтан, сушидан, кішігірім дүниелерден, қымбат емес, кішкентай білезіктен, осы аз дүниеден ол сізге алып беріп, әдетке айналады. Ол үшін қалыпты болады. Сіз үшін де қалыпты болады. Болашақта сізге қымбат 50-60 мың теңгенің аксессуарларын немесе телефон керек болса, ұялмай тікелей айта алатын боласыз. Менің телефоным сынып қалды, маған біреу алып берсе ғой, мысалы жігітім, деп айтсаңыз, ешқандай ұялу сезімі немесе жігіттің жаман ойы болмайды, себебі бұл қалыпты. Егер сұраған кезде бас тартып, жарайды жаным, айдың соңында айлық аламын, сол кезде алып беремін, деген сияқты әңгіме айтса, жарайды, рахмет, деп суыққанды жауап берудің керегі жоқ. Алақай, деп қуанышыңызды көрсету керексіз. Сен алып бермейтін шығарсың, келіспейтін шығарсың деп ойлап едім, қуанып кеттім ғой. Қандай жақсы менің осындай жомарт жігітім бар. Әйтпесе тіпті ата-анама да айта алмаймын. Оларды қазір қинағым келмейді. Рахмет саған. Осы үшін кешке жақын кел, мен саған бір тосын сый дайындаймын дейсіз. Шағын торт пісіруге болады. Міне, саған менің рахметім, деп айтсаңыз болады. Ер адам сөз беріп, ол затты сізге әлі алып бермесе, қазірдің өзінде алғысыңызды естіп қойды. Ұсыныстан бас тарту ол үшін ұят болады. Қыздың алғысын, рахметін алып қойды. Енді сыйлықты міндетті түрде беру керек қой. Біздің миымыз тосын сыйды қалайды. Бірақ тосын сыйды жасайтын ер адамдар өте аз. Қазіргі романтиктер Еуропада ғана бар шығар. Біздің қазақтар романтикаға жоқ. Ол үшін суретін жібересіз. Қай магазин, қанша теңге тұрады, қандай түс, қашан алғыңыз келеді, осының барлығын айтып қою керек. Қыздармен киноға, қыдыруға барғыңыз келіп тұр. Ақша керек болса, тікелей айтасыз. Жаным, мен кафеге барайын деп едім, қыздар мені шақырып жатыр, бірақ ақшам жоқ. Сосын ол сізден сұрайды. Қанша теңге берейін? Міндетті түрде сұрау мүмкін. Сіз өзіңізге керек ақшадан 1000-2000 теңгеге көбірек сұрайсыз. 3000 теңге болса 4000, 5000 болса 6000, 6000 керек болса 7000. Жігітпен кездесуге шыққанда, біз оны баратын киномыздан, жейтін тамағымыздан алдыруға ұяламыз, себебі ол студент болуы мүмкін, немесе айлығына дейін әлі көп уақыт бар. Біз оның жағдайын анасы сияқты ойлаймыз. Ол сіздің әлі күйеуіңіз емес, бізді әзір уайымдатпау керек. Ол сізге балмұздақ жейсің ба, шай ішесің ба, қарның ашты ма деп сұраған кезде, расымен балмұздақ жегіңіз келіп тұрса, шай ішкіңіз келіп тұрса, ешқашан бас тартпаңыз. Себебі ер адам сізге қамқорлық жасаған сайын сізге байлана береді. Ол сізді қуантқан сайын энергия алады. Сол үшін тәтті тағам болсын, кез келген ұсынып жатқан нәрсесінен бас тартпау керек. Немесе балмұздақ таңдап жатқан кезде ол шоколадты түрін жейсің ба, немесе малиновый жейсің ба деп сұрап тұрса, өзің біл, маған бәрібір деп ешқашан жауап бермеңіз. Не үшін? Себебі ер адамдарға өзінің не қалайтынын білетін қыз ұнайды. Яғни, нақты таңдау жасай алатын, өз пікірі бар, өз көзқарасына ғана сене алатын және шешімді тез қабылдай алатын қыздар ұнайды. Мынандай жағдайлар болады ғой. Кафеде отырасыз, менюға 10-15 минут қарап отырасыз. Шыны керек, мен өзім сондаймын. Мен таңдағанды ұнатпаймын. Көбінесе күйеуіме таңдауды ысырып қойғым келеді. Бірақ ер адамға әйел адамның өзі шешім қабылдаған ұнайды. Мысалы, кафеде отырсыз, не жейсің десе, білмеймін, өзің білші, деп жауап беретін болсаңыз, ол сіздің пікіріңізді болашақта да естігісі келмейтін болады. Сіз осындай жағдайға әкелесіз. Көбісі сұрайды,
менімен кеңеспейді, маған жоспарын айтпайды, қайда кетіп бара жатқанын, кіммен жүргенін айтпайды. Не үшін деп ойлайсыздар? Себебі өзіңіз осындай жағдайға алып келдіңіз. Сол үшін басты ереже қалауыңызды тіке айтыңыз, шешімді тез қабылдаңыз және өз басыңыз үшін жауап бере алатындай болыңыз. Маған қызыл түс ұнамайды, қара түс ұнайды. Қара түсі жоқ па? Онда қойшы, менің жегім келіп тұрған жоқ. Егер де шынымен қара түс ұнаса, солай жасаңыз. Өз таңдауыңды білдіру үшін ғана жақсы көретін затынан бас тартатын қыздар да бар. Маған бір келіншек жазды. Маған KFC алып келген. Ал мен пицца жегім келді деп айтып, KFC жемей қойдым. Бірақ сондай жегім келіп, қарным ашып қарап тұрдым. Бірақ мен сіз айтқандай өзімнің таңдауымды жасадым. Ол көрсін дедім. Маған ұнайтын нәрсені әкелу керек дейді. Егер сізге шынымен де KFC ұнап тұрса, немесе таңдау жасаған кезде оның алып беретін заты сізге ұнап тұрса, шынымен таңдаңыз. Өз таңдауыңызды жасау деген өз қалауыңызды айту. Жігітіңіз екеуіңіздің көзқарастарыңыз бір жерден шығып тұрса, оған да шоколадный, сізге де шоколадный ұнап тұрса, онда тіптен керемет. Егер бүгін кездесетін болсаңыз, онда менің қазір вафли мен балмұздақ жегім келіп тұр деп айтасыз. Мен мысал ретінде айтып жатырмын. Мен әлі күнге дейін күйеуіме күніне бір рет нені қалайтынымды айтамын. Міндетті түрде барамыз. Оның жұмысы түнгі 23:00 бітеді. Мен дайын отырамын, ол мені алып барып келеді. Мен жай ғана қаладым, ал ол істеді. Мен оны бұл жағынан аямаймын. Не үшін? Себебі ол маған дәл осылай қуаныш сыйлап жатыр. Ал маған қуаныш сыйласа, мен оған жауап ретінде эмоция беремін. Дәл осы эмоциямен алғысымды жеткіземін. Ер адам осылай сіздің қалауыңызды орындау арқылы ол өзін нағыз керекті ер адам ретінде сезінеді. Тапсырма. Бірінші, жүріп жүрген жігітіңізден сыйлық сұраңыз. Қымбат емес, орташа 5000 теңге көлемінде. Егер студент емес, жағдайы жақсы жігіт болса, 10.000 теңге көлемінде болса да болады. Екінші, көріскен сайын өз қалауыңызды еркелеп, бірақ нақты жеткізіңіз. Білмеймін деген сөзді өзіңіздің таңдауыңызға байланысты ситуацияда айтпаңыз. Үшінші, сұраққа жауап жазыңыз. Жігітіңіздің қай қасиеті сізге ұнамайды? Жігітіңіздің сол жазған қасиеттеріңіздің ішінен қайсысына көзіңізді жұмып қабылдай аласыз? Қай қасиетін өзгертпеуге келісесіз? Өзімнің жауабым: ақшаны менен аздау табады, артынан киімін жинамайды, ашушаң, ұрыс кезінде дөрекі сөйлейді, танымайтын адамдармен күшті сөйлесіп кетеді де, туысқандармен қысылып сөйлеседі, ұялады, темекі тартады екен, жасырып. Достарымен аптасына бір рет таңға дейін ойын ойнайды, тамаққа, киімге, иіске талғампаз, әдемі қыздарға қарайды, мен көрмей тұрғанда. Еріншек: барлығын қабылдай аламын, мен үшін бұл үлкен проблема емес, ешқашан бұл заттар үшін ұрыс шығармаймын. Жігіттеріңіз алыста болса, мынаны жегім келіп тұр, бірақ ақшам болмай тұр деңіздер. Немесе көйлек алғым келеді, кішкене жетпей жатыр деп айтыңыз. Алыста болса да Каспий бар. Жігітіңіз жоқ болса, ағаңызға, әкеңізге практиковать етіңіз. Достар, біздің бұл бөліміміз аяқталды. Егер сіздерге бөлім ұнаған болса, біздің арнамызға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.